Бүгін мен сіздермен шеберлік сабағында triventi.com сайтымен таныстырғым келіп тұр сіздерді. Бұл сайтта мінекей поисковикке, Google аккаунтқа поисковикке triventi.com деп тересіздерде сіздерде мынандай окошко пайда болады. Осындай тереде. Тестті создавать ету үшін мына жерге мысалға сіздер өздеріңіз тіркелу керексіздер. Тіркелу өте оңай. Ешқандай да подтверждение, ешқандай да қажет етпейді. Кез келген mail адресті жазып кіре берсеңіздер болады. Мына жерге аты жөнімді жазып қойдым. Мына жерде енді бізге викторина жасау үшін создайте викторину деген кнопканы басамыз. Менде интернет кішкене слабылау, сондықтан кішкене қателіктер болуы мүмкін. Так, мына жерде өздеріңіз егер де осы жасаған викторинаны басқа елге, басқа көрсін десеңіздер, мына жердегі галочканы қоюға болады. Егер де жоқ, маған өзім үшін ғана жасаймын десеңіздер, онда мына галочканы байынан алып тастайсыздар. Мен қазір пока публичный жасалмаймын, сондықтан галочканы алып тастаймын. Мен бір сұраққа бізде химияда білесіздер, кішкене сұрақтар қиындау болғандықтан, мен сол қазір пока 15 секунд деп қоямын. Язык викторина русский болады, өйткені менде орыс тобы. Так, мына жерге кез келген викторинаға байланысты сурет салуға болады. Менде тема органикалық қосылыстар болғандықтан, мен органический химия туралы менде сурет бар. Мінекей. Өзіңіз керек негізбен размерде қиып аласыз. Міне обрежь и используй деген кнопканы басып, мына жерде сурет пайда болады. Вот у меня интернет слабый, вот из-за этого у меня так долго грузится. Так, вот, мына жерде сіздерде сделали эту викторину совместно. Мен қазір совместный жасағым келеді, Алмагүл Мұратбековнамен бірге. Ол үшін на пригласите кнопкасын басамыз, батырмасын, разрешить другим пользователям деген галочка басамыз. У нас должно было появиться мына жерде, бізде мына жерде басқа тереде пайда болу керек болған, бірақ интернеттің слабыйлығына байланысты, компьютердің ескілігіне байланысты ондай терезе шықпады. Бірақ мен ол терезені міне, мына жерде менде открыто для добавления вопросов другими деп шығып тұр. Міне деталиға бассаңыздар, міне менде уже вопрос открытый. Что-то этот шипает. Вот нет деп басасыздар, вот міне сайтқа жөндеу үшін, тестқа қосылу үшін мына ссылканы мен просто аламын да копировать етіп аламын. Болды. Енді оны мен басқа емес, қазір Алмагүл Мұратбековнаға WhatsApp чат арқылы жіберіп жібердім. Міне қазір ол кісі осы жаңағы мен жіберген ссылка арқылы мына тестқа басқа да өзгерістер енгізе алады. Міне қазір мен бірінші сұраққа нетемін, сұрақ жасаймын. Ол үшін мен алдын ала мына жерде Wordта тестін жасап алдым. Дұрыс жауабымен мына жерде сұрақта әр сұрақта мына жерде әртүрлі суреттер қоюға болады. Мына жерге жаңағы интересный факт или не бойынша, осы сұрақ бойынша әртүрлі сондай қызықты мәліметтер жазуға болады. Мына жерде подсказка беруге болады. Ол подсказка мен енді оларға пока жазбаймын қазір. Так, қазір сұрақ жазайық. Бір 3 сұрақ жазайық. Алмагүл Мұратбековна. Да. Жақсы. Бірінші сұрақ жазбас бұрын мына жерде тема видите имя викторина дегенге викторинамыздың атын жазамыз. Ол үшін мен мына жерге міне агенция химияда болғандықтан мен мына жерге бір деп саламын тағы да. Так. Мына жерге новый вопросқа сұрағымды әкеліп копировать етіп қоямын. Мына жерге өздеріңіз білесіздер, 2 жауап қоясыздар ма, немесе можно я жоқ деген сұрақ жауап қана жазуға болады. 3 жауап жазуға болады, немесе толық 4 жауапты да жазуға болады. Қысқа видеороликті түсіреміз. Оны интернетке саламыз, егер де керек болып жатса. Так, қазір тестқа изменені мен өзгерістерді мен енгізіп жатырмын. Қазір екінші сұрақты, Алмагүл Мұратбековна, сізге екінші сұрақты сіз жасай берсеңіз, мен сізге тестті жібердім ғой. Көрсетсеңіз, сұраққа доступ қандай болатын. Қазір мен бірінші көрсетейін, содан кейін сіз көрсетіңізші. Жақсы. Так. Я полностью ознакомлен. Жақсы. Міне, мен дұрыс жауапқа жанына галочка қоясыздар. Мен мына жерге кез келген суретті ауыстыруға болады, осы не бойынша, сұрақ бойынша. Мына жерге жаңа айтқандай подсказка және факт жазуға болады. Мен онда ештеңе жазбаймын, сохранить вопрос дегенді басамын. Енді Алмагүл Мұратбековна, мен демонстрацияны сөндірейін, иә? Сізде доступ қалай келіп тұр, соны көрсетесіз бе? Қазір тексеріп көрейін. Қазір сізге демонстрация экраны рұқсат бердім. Все, жақсы. Демонстрация экрана. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я немножко остановлюсь на русском языке. Сегодня мы ознакомливаем вас с платформой triventi.com. Эта платформа удобна тем, что учитель может создать тест или викторину на своем компьютере, а ученики, то есть студенты, у нас могут отвечать на эти тесты со своих мобильных устройств или ноутбуков.
хотя у нас вот во многих кабинетах нету компьютеров, ноутбуков, поэтому студенты спокойно могут отвечать со своих мобильных телефонов. Так, для этого, чтобы создать викторину на этой платформе Triventi, мы должны набрать triventi.com и нажать на поиск. И когда вы находите Triventi.com, там будет написано Triventi, Classroom и платформа игры на английском языке. Надо будет выбрать ту ссылку и нажать на него. И тогда у вас выйдет вот такая окошко. На этой окошке обязательно надо выбрать, здесь будет написано мероприятие образования, но там сначала будет на английском языке, можно перевести страницу, сразу же там будет таблица английский, русский, и можно выбрать сразу русский язык. И здесь у вас будет вкладка мероприятие образования, обязательно надо выбрать образование, так как образование здесь идет полностью все бесплатно. Потом есть эта вкладка вот публичные викторины. Это викторины, которые уже есть на этой платформе, они сохранены. И здесь вот мои викторины, здесь получаются те викторины или тесты, которые вы будете создавать. Затем идет регистрация, и когда вы уже будете зарегистрированы, вы будете уже заходить через вход. Так. Здесь вы, когда нажмете регистрацию, здесь надо заполнить email, на первой строчке имя, фамилия, ник, потом это логин, пароль, полностью это заполняете. И затем уже можно работать на платформе. Так как у меня уже платформа создана, поэтому я уже вам это показывала с презентацией. Так. Сейчас я буду заходить именно туда, где начала создавать викторину Жанар Дауренқызы. Здесь приходит мне сообщение, что приглашают меня добавить вопросы к викторине. И запрашивают, вы принимаете приглашение? Вот здесь я отвечаю, да, я согласен. Здесь уже Жанар Дауренқызы сделала уже 3 вопроса с ответами. Я добавляю свои вопросы. Для этого я нажимаю «Добавить вопрос». И здесь уже могу ввести свои вопросы. Так, сейчас я тоже тестовые вопросы готовы. Так. Вот второй вопрос выбираю. Так, ставлю. Ставить. Так, также выбираю ответы. Уже готовые тесты. Копировать. Копируем. Копировать. Так. И третий это ответ, четвертый, вернее, ответ. Четвертый ответ у нас верный, поэтому его надо отметить галочкой. Вставляем. Отмечаем галочкой, и вот он загорится зеленым цветом. Так, в следующей вкладке можно здесь внести подсказку. Если вы хотите дать студентам какие-то подсказки, можно заполнить вот эту рамку, где можно внести подсказку. Дальше можно, после того, как студенты ответят на эти вопросы, и они получат правильный ответ или неправильный ответ, здесь можно ввести какую-то информационную отдел. Ну, как обучение, то, что вы хотели бы, чтобы дети прочитали и узнали какую-то информацию. Здесь получается информационный отдел. Так, когда у нас все готово, вопросы уже записаны, ответы все правильно заполнены, выбран правильный ответ, мы нажимаем «Сохранить вопрос». Все. Здесь видите, уже высветило, что вопрос составила Алмагуль Медянова. Тем хорош это то, что когда готовятся вопросы, это экзаменам, тестовые вопросы, модульные экзамены, тогда можно начать один преподаватель свою дисциплину заполняет, и потом можно продолжить уже следующий преподаватель для своей дисциплины. И таким образом уже тест будет готовый для модульной проверки знаний. Все, у меня все. Дальше продолжает Жанар Дауренқызы. Жақсы, маған демонстрацияны сөндіріп, маған рұқсат берсеңіз. Так, ары қарай. Mana менде әлі 2 сұрақ шығыпты. Мен қазір Алмагүл Мұратбековнаның жасаған сұрағын көру үшін проверь, или есть новый вопрос деген басам. Мына менде сұрақ қайталанып кетті. Мына жерде менде сұрақты кім жасаған шығып тұрады. Ары қарай осымен ары қарай тағы да өздеріңізге керек сұрақты салып сақтап аласыздар. Осыдан кейін сохранить батырмасын басып тестті сақтаймыз. Енді может тестта бізде қате кетті ма, дұрыс па, соны көру үшін әлде просмотр дегенді басып
көруге болады тестімізде қалай шығады. Міне звук керек жоқ болсын, звук өшіруге болады. Компьютер ескі болғандықтан следующий вопрос. Мы каждый тексеріп алып отыр сұрақты. Осындай сұрақтар студенттерге көрінетін болады, студенттерге ашылатын болады. Енді бұны қалай балаларға көрсетеміз, студенттерге көрсетеміз. Оны басу үшін запустить кнопкасын басамын. Сол кезде менде мынандай терезе шығады. Осы жерден звугын өшіріп қоюға болады. Осы жерден балалар QR код арқылы немесе мынау сайт арқылы, мына кодты теру арқылы осы тестке сразу кіреді. Мысалы, қазір мен өзім кіріп көрейін. Міне камераны алып QR кодты тердім. Менде көрініп тұр ма? Так, менде мындай окошко шықты, кірдім. Міне, мына жерге имя деген жерге мен атымды жазамын, Жанар. Так, номер викторины менде 197, 296. Мына присоединяйтесь деп міне кірдім. Мына жерге экран көрініп тұр ғой. Подключились только один. Мына жерден мысалға мен студенттерге жіберсем, оларда Со звуком проблема. Да? Если тұрма? Нормально все. Если тұрма, ага, жақсы. Енді әрі қарай жалғастыру үшін енді былай көрсетіп отырайын. Ага. Әрі қарай көрсету үшін мен уже мына жерде барлық студенттер кіргеннен кейін начать викторину деген кнопканы басамын. Басқанда менде тереземді соткамда мынандай шығып тұрады студенттер. Мен мына жерде мысалға бірінші сұрақты мен дұрыс берген деп тұр. Қазір сізге дұрыс берілгенде қалай болып шығады. Мысалға мен мына жерде модераторға кіре алмаймын. Мен только мына жерде соткадан басу арқылы кіремін. Міне, оларға көрінбейді. Мына жерде міне вы правы деп қана шығады. А бұл жерде қанша процент, қанша пайыз дұрыс жауап бергені процентный жаңағы содержаниемен шығып тұрады. Енді келесі сұрақта мен қате берілген келіп тұр. Қалай қате берілсем қалай шығады? Мен мына жерде мысалға мен А жауабын берілген қате. Міне, менде шығып тұр. Извините, повезет в следующий раз деп студенттерге осындай жазу экран шығып тұрады. Мына жерде менде 100% қате жауап берді деп мен жалғыз участник болғандықтан 100% мен ғана болып тұрмын. Мына жерде мен жасыл жауаппен дұрыс жауабын көрсетіп тұрады. Студенттер уже жаңағы дұрыс жауапты көріп отырады. Балаларға сабақта қолданған өте қолайлы. Енді мен мына жерде балалар уақытын өткізіп алғанда қандай болады? Мен мысалы қазір белгілемеймін ешқандай сұрақты. Уақытын өткізіп аламын да. Мен десем, быстрее в следующий раз вы не ответили деп міне. Мына жерде экранда менде модератор ретінде дұрыс жауап шығып тұрады. Студенттер де дұрыс жауабын көріп тұрады. Так, соңғы сұрақ тоже. Так. Мен мына жерде тағы да дұрыс жауап берсем. Так, модератор қате жауап берді, міне. Қате жауапта міне өздері подожди дұрыс жауабы шығып тұрады. Жақсы. Ары қарай менде показать результаты деген шығып тұрады. Мына жерде балалар только студенттерде өзінің орындары ғана шығып тұрады. Мына жерде бірінші көрсетіліп, бірінші орын алдыңыз деп. Ал менде бағана сабақтан алдым. Мына жерде көрініп тұр ма экран? Көрінбей тұр, иә? Жоқ, көрініп тұр. Жоқ, жақсы. Жаңағы тест нәтижелерін көрсеткім келіп тұр сіздерге. Алған кезде менде мынандай нәтижелер шығады. Егер де кім бірінші жауап берсе студенттерден, оған 2 балл беріледі, екінші жауап берген студентке 1 балдан беріледі. Міне бағана студенттер сабақтың үстінде алған студенттердің результаттары, нәтижелері осылай шығып тұрады. Жақсы. Бұл тестті әрі қарай қолдануға болады. Жаңа публичный немен жасап, мысалы басқа да бұл тестті, мысалы біздің жасаған тестті басқа мұғалімдер, дүние жүзінде мұғалімдер қолдана алады.